Саламатсыздар ма? Кезекті видеода спланхнологияның бір бөлігі ас қорыту жүйесіне арналады. Спланхнология ол жалпы ішкі ағзаларды зерттейтін ғылым. Соның ішінде ас қорыту жүйесі, тыныс алу жүйесі, несеп жыныс жүйесі және де эндокринді бездердің жүйесі жатады. Ас қорыту жүйесі система дигесториум келесі бөліктерден тұрады: ауыз қуысы, кавитас орис, жұтқыншақ, фарингс, өңеш, эзофагус, асқазан, вентрикулюс немесе басқаша атауы гастер, интестиниум теньюе, жіңішке ішек, және де интестиниум красум, тоқ ішек. Сонымен қатар анус жатады. Сонымен қатар ас қорыту жүйесіне қатысатын ірі бездер гипер және де панкреас, бауыр безі және ұйқы безі жатады. Сонымен қатар ауыз қуысына ашылатын сілекей бездері бар: гландуля саливария. Осы аталған мүшелердің барлығы да тұтас ас қорыту жүйесін құрайды. Ауыз қуысы кавитас орistан бастаймыз. Топографиялық орналасуына және атқаратын қызметіне қарай екі бөлікке бөлінеді. Мына бөлікті біз айтамыз ауыздың кіреберіс бөлігі. Немесе мына фотодан мына жерден көруге болады: вестибулюм орис. Мына тістен әрі қарай жұтқыншаққа дейін бұл ауыздың меншікті қуысы, кавитас орис проприя деп аталады. Ауыз кіреберісінің енді қабырғаларына келетін болсақ, жоғарғы қабырғасы жоғарғы ерін лябиум супериус, төменгі қабырғасын төменгі ерін лябиум инфериус. Бүйір қабырғалары мына жерде ұрт жабады, және артқы қабырғасын тістер, жоғарғы жақ сүйектің альвеолярлы өсіндісі, төменгі жақ сүйектің де альвеолярлы өсіндісі. Сонымен қатар қызыл иек жабады. Осы аталған бөліктің арасын біз ауыз кіреберісі вестибулюм орис деп атаймыз. Сонымен қатар мына ауыз қуысы сыртқы ортамен ауыз саңылауы. Мынаны біз ауыз саңылауы деп айтамыз. Байланысады. Оны рима орис деп атайды. Сонымен қатар жоғарғы ерін мен төменгі еріннің өзара бір-бірімен қосылған жерін ауыз дәнекері комиссура лябиорум деп атаймыз. Ауыз кіреберісінің сыртқы қабаты, яғни мына жоғарғы ерін, төменгі ерін және де ұрт, бұлар ыңдау бұлшықеттерінен тұратын болады. Және сыртқы беті терімен қапталады. Жоғарғы еріннің және де төменгі еріннен мына қызыл иекке қарай кететін арнайы жүгеншелері болады. Ол жүгеншені френилюм ляби инфериорис және френилюм ляби супериорис деп аталатын тақ жүгеншелері болады. Одан әрі қарай бізде осы арқылы ерін қызыл иекпен, яғни гингивамен жалғасып жататын болады. Сонымен қатар ауыз қуысы осы еріннің шырышты қабығының астында ауыздың сілекей бездері болады. Ол сілекей бездері өте майда сілекей бездері болып табылады. Сонымен қатар мына жақта бізде екінші азу тіс бар, үлкен. Осы азу тістің бойында шықшыт безінен келетін түтік болады. Дуктус паротидус осы жерден ашылып, осы жерден сілекей бөлінеді. Мына фотода дұрыс көрінбеген. Енді қызыл иек, гингива. Бұл ауыз қуысының шырышты қабығының бір туындысы болып табылады. Неге жоғары жақта да, төменгі жақта да бар. Қызыл иектің бізде ұшы болады, денесі болады, және де тістің мойнымен
осы қызыл иектің аралығында бізде жатады дәнекер тін қаптап жататын болады. Сонымен қатар оның ішінде бізде нервтер, қан тамырлар көптеп орналасқан. Осы қызыл иектің негізгі қызметін атап кетуіміз керек. Ол тістерге тірек және қорғаныштық қызмет береді. Келесі ұрт бізде мінекей мына бүйір қапталын жауып жатады, букка. Ұрттың терең қабатында бізде ұрт бұлшықеті деген, егерде ыңдау бұлшықеттер естеріңізде болса, мускулюс букцинатор дейтін болатын. Вот сол бұлшықет жататын болады. Сыртқы беті терімен жабылады, ал ішкі беті көп қабатты эпителиймен жабылады. Осы ұрттың бізде шырышты қабаты, мынау кішкентай баладан да көрсеңіздер болады. Мына жерді біз ұрт деп атаймыз. Шырышты қабаты мен шырыш асты қабатының арасында осы ұрт майы болады кішкентай балаларда. Немесе ол жаңа қоңыр май түрінде көрінеді. Осы үшін мінекей мынау кішкентай балалардың көбінесе туғанда беттері топ-томпақ болып тұратыны сол үшін. Енді ауыздың кіреберіс бөлігі мына тістердің саңылаулары арқылы ауыздың меншікті ауыз қуысына ұласатын болады. Меншікті ауыз қуысына жатады жоғары жағынан таңдай, төменгі бүйір жағынан қызыл иектер және де тістер, ал төменгі жағынан бізде тіл асты бұлшықеті дейтін бар. Көбісі мына тіл деп шатастырып жатады, бірақ та ол олай емес. Меншікті ауыз қуысының төменгі қабырғасын төменгі жақ тіл асты бұлшықеті, мускулюс милиахеидус жауып жатады.